балалық уақытымызда бірге ойнап өскен достымды көріп қалдым. Ол мені көріп қуанып кетті де маған сұрау беріп бастады. Сені көргенім жақсы болды ғой. Мені бірнеше жылдардан бері бір сұрау қинайды. Осыған сенің пікіріңді білуді қалаймын. Осы сұрауға жауап тауып берсең маған, деді. Һәм айтып бастады. Мен не жұмыс істесем де, жаңа бір нәрсе бастасам да, бірінші болып өзімнің туған туысқанларым һәм жақын инсанларым менің аяғымнан тартып бастайды. Мен оларға, сіздер қайта мені қолдап қуатламайсыз ба, қолыңнан келгенше жәрдем бермейсіз бе десем, олар мені еш түсінбеді. Яки мен түсіндіре алмадым. Бұл жерде менікі дұрыс емес пе, яки мен нақақпын ба, деді. Мен оның пікірлерін тыңладым да оған жауап қайтардым. Кімнің хақ, кімнің нақақ екенін, кімдікі дұрыс, кімдікі надұрыс екенін мен шешпеймін. Мен оны білмеймін. Оны бір жаратушы біледі. Бірақ қазір мен саған бір гәп айтаман, бұл гәпке диққатпенен етібар бер. Жұмақ шығаруға асықпа. Менің гәплерімді жақсылап тыңла да үйіңе барып анализ қыл, ойланып көр. Содан кейін барып өзің бір нәрселерді аңларсаң, дедім де оған мынандай гәп айттым. Ақымақтың ең үлкен белгісі жақынына жау болады, жатқа жарылқаушы болады.